Назарларыңызға Рокки фильміне қысқаша мазмұндама. Фильм Филадельфияда тұратын қарапайым боксшы Рокки Бальбоаның өмірін баяндайды. Ол күнде жаттығып, майда шүйде төбелестерге қатысып, өмірін әзер өткізіп жүреді. Роккидің арманы үлкен рингке шығу, бірақ оған ешкім мүмкіндік бермейді. Бір күні ауыр салмақтағы әлем чемпионы Аполло Крид кездейсоқ түрде Роккиді шоу-боксқа қарсылас етіп таңдайды. Бұл Роккидің өміріндегі ең үлкен мүмкіндік болады. Ол жан-тәнімен жаттығып, өзіне сенуге тырысады. Роккидің сүйіктісі Адриана да оған қолдау көрсетеді. Жарыс күні Рокки күтпеген жерден Аполлоға лайықты қарсылық көрсетіп, 15 раунд бойы берілмей шыдайды. Бірақ шешуші сәтте ұпай бойынша жеңіс Аполлоға беріледі. Соған қарамастан Рокки өз мақсатына жетеді. Ешкім жеңе алмайды деп санаған қарсыласпен тең дәрежеде айқасып, өзін нағыз чемпион ретінде дәлелдейді. Фильмнің негізгі мағынасы еңбек, табандылық және өзіне деген сенім арқылы кез келген адам арманына жете алады.